Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 18-ші сабақ біздің жобамыз тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Ауызша сөйлеу кезіндегі қимыл мен ишара. Ауызша сөйлеу кезінде сөйлеуші айтар ойын, сезімін, көзқарасын, дауыс ырғағы, дауыс күшімен бірге қимыл мен ишара арқылы да жеткізе алады. Қаз, ауыз, көздің көңіл-күйге сәйкес өзгерісін бет-бейнеден анық байқай аласың. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің. Балалардың бет-бейнесінде қандай өзгеріс болғанын тауып көріңдерші. Сиқыршы боз шабаданға мысықты салып, қақпағын жапты. Біраздан кейін ашып еді, ішінен күшік шықты. Балалар, бұл жағдай не істейді? Таң қалады, балалар. Келесі, бүгін Айгүлдің туған күні. Ол жап-жаңа көйлегін киіп далаға шықты. Есік алдында 2-3 бала доп ойнап жүр екен. Доп абайсызда Айгүлдің үстіне келіп тиді. Аппақ көйлегі сатпақ боп шыға келді. Айгүл не істеді? Айгүл жылады. Яғни бет бейнесінде өзгерістер болды. Жақсы. Келесі, екінші тапсырма. Сен де өз нұсқаңда ойластырып, қуанған немесе ренжіген баланың жағдаятын құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңның алдында қорға және бағала. Менің есімім Әсел. Бүгін менің туған күнім. Туған күнімде менде ешқандай қызықтар болмады. Мен достарыма, анама, әкеме қатты ренжідім. Бірде анам, әкем және достарым мені құттықтап көптеген сыйлықтар берді. Маған достарымның, әкемнің, анамның сыйлықтары қатты ұнады. Мен қатты қуандым. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше.